Барлықтарыңызға сәлем, есімім Фариза Қарабала, SAT компаниясының топ лидері. Дәл осы видеоны қарап отырған болсаңыз, сіз менің командама кеп қосылдыңыз. Қош келдіңіз деймін, бірге биіктейміз. Бұл видеороликте мен сіздерге SAT компаниясының маркетинг жоспарымен таныстыратын боламын. Кеттігендеше. Ең бірінші SAT қандай компания анықтап кетейін. SAT бұл желілік бизнес, яғни кәмелет жасқа толған әрбір азаматша тегін тіркеліп, табыс табуға болатын интернет-магазин. SAT компаниясының негізін қалаушылар Айнұр Тұрсынбаева, Ардақ Таукебаева, Дархан Бекбанов мырза. Көп аналар желілік бизнесқа келуге қорқады. Уақытым жоқ, балам бар, үлгермеймін деген түрлі қорқыныштар басым алады. Бірақ мен де дәл сіз секілді 6 баланың анасымын. Мен де бастапқыда осылай ойлағанмын. Ал қазір балаларым қасында отырып, жоғары табыстарды алып жатырмын. Ең қиыны бастау, ал қалғаны өзімен өзі жолға түсетін дүниелер. SAT компаниясы түрлі бағытта сапалы өнім өндірумен айналысады. Денсаулық, сұлулық, шаш күтімі, тұрмыстық өнімдері. Бізге күнделікті біздің өнімдерді қолданған тұтынушылардан әртүрлі оң нәтижелі пікірлер келеді. Өздеріңіз қарап шықсаңыздар болады. Енді мұқият болыңыздар. Мен сіздерге SAT компаниясының маркетинг планын түсіндіретін боламын. Табыс табудың маңызды алғашқы 4 бөлігі бар. Тоқтала кетсек, жеке сатылым, көшбасшы бонусы, көшбасшы премиясы және товар обороттан пайыз бөлінеді. Бірінші, жеке көлем. Бұл сіздің және сіздің клиенттеріңізге өткізген өнімдеріңіздің жалпы айналым болып табылады. SAT компаниясында бұл қалай төленеді? Мысалы, сіз бір айдың ішінде 200 PV жасаған болсаңыз, компания сізге 40.500 теңге айлық төлейді. Ал 400 PV жасайтын болсаңыз, компания сізге 81.000 теңге төлейді. Солай ары қарай жалғасып кете береді. Маңызды дүние осы жерде, сіз 200 PV-ді немесе 400 PV-ді бірден жасамайсыз. Айдың 1 мен 31 аралығында сіздерге период болады. Сол айдың аралықтың ішінде бөліп жасауға болады. Мысалы, бүгін келдіңізде сіз өзіңізге бір шай алдыңыз, ол 5 PV. Ертең келесіде сіз өзіңізге шаш күтімін аласыз, ол 17 PV болуы мүмкін. Солай бір айдың ішінде жасалынған жалпы PV-іңізға компания сізге табыс төлейтін болады. Көшбасшы бонусы дегеніміз, сіз өзіңіз осы компанияға келіп, өзіңіздің айлығыңызды алғаннан кейін, өзіңіз осы компанияға серіктесті шақырасыз, яғни өзіңізге. Сол кісілерге компания туралы ақпараттарды беріп, компанияның мүмкіндіктерін көрсеткеніңіз үшін компания сізге тағы да бонус беретін болады. Мысалы, қараңыздар, мына жерде сіз тұрсыз, мынау сіздің серіктестеріңіз. Осы әр серіктестікке компанияның өнімдерін таныстырғаныңыз үшін, компанияның мүмкіндіктерін көрсеткеніңіз үшін әр адамнан сізге осылай 4.000 теңгеден ақша түсетін болады. Мысалы, 10 серіктесіңіз болса, ай сайын 10 серіктестен 4.000 теңгеден түсіп отыратын болады. Яғни 40.000 теңге ол да сіздің табысыңыз болып есептеледі. Үшінші, бізде көшбасшы премиясы, яғни бұл компания тарапынан сіздерге серіктестер санының көптігіне берілетін сыйақы. Яғни қарап шықсаңыздар болады, сізде серіктес саны көбейген сайын 5, 7, 9, 12, 15 болған сайын сізге берілетін суммалар, яғни премиялар саны көбейеді. Бұл екі тарапта жүргізіледі. 75 PV жасағандар арасында беріледі премиялар, және де 150 PV-дан жоғары жасағандар арасында берілетін премиялар. Келесі бонустар бізде мастер бонусы және директорлық бонустар. Енді қараңыздар, 4-ші бөлігі мастер бонусы. Бұл сіздің командаңыздың жасаған тауар айналымынан берілетін пайыз. Мысалы, егер сіздің командаңыз жалпы тауар айналымы 200 PV болса, компаниядан сізге 5% товар оборотынан ақша төленеді. 500 PV болса 10%, 1000 PV болса 15%, 1600 PV-ға 20%, Стар деген ранг 2400 PV болған кезде сізге 25% компаниядан тауар айналымынан төленетін болады. Мысалы, бұны қалай есептейміз? Әр компанияның өзінде ішкі коэффициент деген дүние бар. SAT компаниясының ішкі коэффициенті 450 теңге. 200 PV-ді көбейтеміз 5%-ға, көбейтеміз 450-ге. Тең болады 4500 теңге. Және үлкен сумманы алайық, 2400 PV-ді көбейтеміз 25%-ға, көбейтеміз 450-ге. 270.000 теңге. Яғни сіздің айлықтарыңызға тағы да тауар айналымынан қосылатын суммалар осылай есептеледі. Мен сіздерге түсінікті болу үшін айлық есептеп көрсетейін. Мысалы, мына жерде сіз және сіздің 7 серіктесіңіз бар. Осы жерде сізге қанша табыс көзі бар екенін көрсетемін. Бірінші, жеке көлем бойынша сізге 200 PV жасаған үшін компания 40.500 теңге ақша береді.
Екінші, көшбасшы бонусы үшін сіздің жеті серіктесіңіздің әрқайсысынан 4 мың теңгеден ақша бергенде 28 мың теңге төленеді. Көшбасшы премиясы 7 адамға 22.400 теңге береді компания. Және тауар айналымынан барлығын қосқан кезде 1600 PV-дің 10%-ын шығарамыз. 10%-ға көбейтеміз және 450 көбейткен кезде 72 мың теңге болады. Жалпы сумманы қосамыз 162.900 теңге. Бұл сіздің айлығыңыз болып табылады. Айлық есептеу сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі бізде ең керемет тұсына келдік, директорлық бонустар. Яғни сіз өзіңіз стар болғаннан кейін өзіңізбен бірге сеніп келген серіктестерді стар рангына көтеру, яғни командамен жұмыс жасау. Егер де сіздің командаңыздан бір стар шығатын болса, яғни стар дегеніміз ол 300 мың теңге зарплатасы бар лидер. Бір стар шығатын болса, сіз бронзовый директор боласыз. 3 стар шығатын болса, сіз сильвер директор боласыз. 5 стар шығатын болса, сіз голд директор боласыз. 7 стар шығатын болса, сіз платинум боласыз. Әр қайсысына компанияның беретін өзінің сый ақылары бар. Мысалы, стар, бронзовый директор, сильвер директорлерге компания әр 3 ай сайын товарообороттан пайыз бөліп премия беріп отырады. Яғни ол стар рангінде 2%, бронзаларға 2%, сильвер директорлерге 1,5% әр 3 ай сайын сыйақы береді, айлықтан бөлек. Голд директорге тегін саяхат 3 ай қорғаған кезде, ал платинумға 6 ай қорғаған кезде компаниядан су тегін жап жаңа салоннан автобонус беріледі. Және де сат компаниясы бұнымен шектелмейді. Екінші автокөлік, квартира, 4 миллион премия, президент бонустарды алуға мүмкіндік береді. Сіздерге маркетинг план пайдалы болды деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған Фариза Қарабала, сат компаниясының ең биік шыңында болуларыңызға тілектеспін. Қош сау болыңыздар.